тағы да қыз. Тағы да біреуді бәрінен құтқару керек. Не дейсің, сәлем, Джейсон Стейтем, біз сені сағындық. Укрытие жылына бір рет келіп, баяғы бір әңгімені қайта айтатын, бірақ оны соншалық шебер жеткізетіндіктен, әр бұрылысыңды жатқа білсең де тыңдай беретін ескі досыңмен кездескендей. Кәне, бұл жолы оның қолынан не келетінін көрейік. Сюжет, болжамдылықтың нағыз гимні. Майкл Мейсон, бұрынғы киллер, бұл істі тастап, қазір Шотландия аралында оңаша өмір сүріп жатыр. Оның әлеммен жалғыз байланысы азық-түлік әкеліп тұратын Джесси есімді қыз. Және о ғажап, бір күні аралды жойқын дауыл басады. Біреуді құтқару керек. Ал тосынсый оны құтқарамын деп жүріп, Мейсон өзін ма-6 тың жаман жігіттеріне әшкерелеп алады. Тыныш отыру жоспары быт-шыт болды. Аңшылық басталады. Ал біздің кейіпкер оянғанда оның жанары жігіттер, сендер қатты қателестіңдер деп айғайлап тұрғандай. Міне, осы сәттен бастап фильм демін шығарып, бәріміз күткен дүниені ұсынады. Стейтем бәрін қирата бастайды. Біреу оған пышақпен тап бергенде, оның сынған орындықты қару етіп ұстай салатын сәті, харизмасының нағыз әнұраны. Артық сөз жоқ, барынша тиімді. Бұл әрі гениалды, әрі күлкілі. Стейтем классикасы. Сенің ең мықты қаруың жаныңдағы кез келген жиһаз. Бірақ ашығын айтсақ, соңғы жылдардағы Стейтем фильмдері кастом, Lego робот құрастыру процесіне ұқсайды. Сырттай қарағанда модель ерекше сияқты. Бөлшектер жеке талғамға сай таңдалған, формасы да өзгеше көрінеді. Бірақ жақынырақ қарасаң, бәрі стандарт, баршаға қолжетімді бөлшектер екені білінеді. Сыртқы келбет өзгереді, ал мәні сол күйі қалады, сол тетіктер, сол блоктар, тек жаңа комбинацияда. Оның боевиктері де сондай. Әр жаңа фильм бастапқыда тың дүние ұсынғандай, бірақ шын мәнінде бәрі бұрынғы элементтердің жиынтығы. Сырттай дара көрінгенімен нәтиже бір, көрермен сол баяғы боевикті алады, тек басқа қаптамада. Бөлшектерді басқа ретпен құрастырып, Лондонның тар көшелерінің орнына Шотланд пейзажын қосады, міне, укрытие дайын. Бұл үйдегі ең ескі, тапталған тәпішкең секілді. Одан тосынсый күтпейсің, жайлық күтесің. Фильм соны береді. Бірақ кейде жаңа кроссовка кигің келеді ғой, түсінесің бе? Дәл осы тәпішкелік кесіріне мәселе туындайды. Ең бастысы, жалығу. Фильм 2 сағатқа созылады, ал оның идеалды ұзақтығы 90 минут. Бірінші жартысы, 100 рет жеп көрген бутербродты очень баяу дайындау секілді. Режиссер Рик Романво шамасы, бізге сезінуге көбірек уақыт керек деп ойлаған болар. Мұнда тағы Билл Найи бар. Жоқ, ғылыми жігіт емес, басқа Билл Найи. Және ол өзі бұл жобаға қалай тап болғанын онша түсінбейтіндей әсер қалдырады. Бірақ әділін айту керек, гонорарын алды, бір керемет реплика айтты да кетті, эпизодтың аңызы болды. Алайда укрытие пафосты ұмытып, Стейтемге өз ісін істеуге мүмкіндік бергенде бәрі тамаша жұмыс істейді. Қуғын сүргін, атыс, қоян қолтық төбелес, бәрі жылтыратылып жасалған. Бұл жоғары деңгейлі кәсібилік. Көңілің қалмайды. Күткен адреналин дозасын дәл сол күй аласың. Қорытынды қандай? Егер жұма кешінде бір кесе шаймен артық сөз айтпайтын, жаман жігіттердің басына орындық сындыратын ескіше боевик жетіспей тұрса, укрытие сенің таңдауың. Бұл сенімді, болжамды ойын-сауық машинасы. Бірақ осы түрікті, осы көзқарасты, осы құтқаруды бұрын көргенмін деп ойласаң, мүлде дұрыс. Эксперимент ретінде іздеуге қызды құтқаратын Джейсон Стейтем фильмі деп жазып көр. Алгоритм саған, бәлкім, 2012 жылғы «Защитник» фильмін ұсынар. Жалпы, бұл туынды Стейтемнің алдыңғы жұмыстарының элементтерінен құрастырылып, үстіне идентификация борна мен «Враг государства» фильмдеріне ишара қосылғандай әсер қалдырады. Сабырың таусылуы мүмкін. Сондықтан менің үкімім. Бұл, жаңбырлы жексенбіде стримингтен көруге мінсіз фильм. Ал кинотеатрда көру-көрмеу өз еркің. Ал сен қалай ойлайсың? Стейтем формуласы жалықтырды ма, әлде шексіз көре беруге дайынсың ба? Оның қай боевигінде соңғы рет шын таңғалып, уау дедің, жай ғана таныс трюктерге бас изей салмай. Пікірге жаз, ең қызықты жауаптар келесі шығарылымда көрсетіледі. Жазылып қой, өткізіп алма.
Есте сақта. Ең жайлы тәпішкенің де жарамдылық мерзімі бар. Жаңа жұбалатын уақыт келген жоқ па?